сағат 7:20. Саршағаннан Производстводан өттік. Ташқан теңізге жағындап қалдық. Тұман болып жатыр. Кішігірім тұманда. Күз келді, күз. Енді қыс деген келатыр, қыс. Гололед, тұман, боран дегеннің бәрі алдыда енді. Дайындалу керек соған, жегейсің ғой. Жолды салдыңдар енді, рахмет, жолды салдыңдар. Обочина неге дұрыстап жасамайсыңдар деймді. Фуралар тоқтаса бітті обочинаға бататта кетеді. Не сұмды ғой? Машина тоқтай алатындай қып, соған сай қып жасау керек бұл жолдың шетінде. Обочина болмаса болмайды ғой. Обочинаға тоқтасаң біттің, батасың сразу. Тұрғаның сосын тұрасың ұстап. Кім сүйрейді деп? Дұрыс емес ау мынандай жол жасаған негізінде. Мына обочинада дұрыстап бір фураны көтеретіндей жасау керек қой, соған сайыр. Обочина жоқ вообще бізде, түсінбейсің. Мына тоқтаған машиналар уже іздері қалатын аяқта. Кейбір жерлерінде вообще батып кеткен машиналарына обочинаға. Не сұмды ғой, не деген обочина болсам. Авария болып мына жерде. Сайдың бәрі тұман болып тұрған. Как будто түтін сияқты ма? Алыстан қарағанда әдемі көрінеді ғой. Бәрі тұман. Базар жоқ тұман болып тұр ғой. Кәдімгі қою тұман басталды ғой. Пауыр деген жақпай дегенде, бұрыламыз деген жоқ па? Таңертең бір жағат, әбетте бір жағат болды ма, сонымен фура алдымызда поворот деп ескерту деген жоқ па сенде? Я-майо дейсің ғой. Түнде болса ұйықтайтын сияқтысың, онандай погоданы көр. Сары свет қой көрік, сары свет. Жынды көрінеді, тұманда да, боранда да. Сары светпен жақсы көрінеді. Шығанаққа жақындап қалдық, Шығанаққа. Тұман деген енді жостки тұман болып тұр. Тұман болса да жанталасып вагонға шығып жүр. Екінші өмірің бар ма деймін де, екінші өмірің. Қытада жүргенде жүрме әйтеуір. Қайда асығатын түсінбейсің ғой бұл атын. Тұман деген өтіп көрінбейді. Жостки тұман болып тұр ғой. Енді түнде
түнде осындай тұман болатын болса, вообще жүремей қаласың ғой. Кейде болады, дейді, тұман болады, дейді, түн қараңғы, түк көрінбейді, еще гололед болады. Вот, дальнобойщиктардың қиын несі, ең қиын осы ғой. Тұман деген нәрсе, жолың көрінбейді, бұлыңғыр, қайда баратсың білмейсің. 1 метр, 2 метр жерді әрең көресің әйтеуір. Бізден күндіз болғаннан кейін әйтеуір амалдап келатырмыз жайлап. Жел алдыдан болып тұрды еще. Газдан аяғында соң машина тоқтап қалып ғой сразу. Шығанақтан өттік. Бұл Байталға келдік. Хова батпаққа түсіп кетті обочинадағы. Өздері салған, өздері білмейді жолдың қандай екенін. Обочинада қисайып жатады. Обочина жоқ қой бізде, обочина жоқ. Анаған түстің обочинаға болды, батасың сразу. Анау жеңіл машинаны ғана көтереді. Жаңбырдан кейін тем более вообще